Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан жаңағы хадистерде көптеген Бухари, Муслим, Ахмад, Насаи, Тирмизи солардың барлығының ішіндегі жаңағы бір бөлігі анда жүр, бір бөлігі мұнда жүр. Сол жердегі ең негізгі жаңағы мағыналарын айтсақ, адам баласы мұмин осы дүниеден ажырап ақыретке қарай қадам басып атқан кезінде дейді, яғни өлім сәтінде. Өлім сәтіндегі нәрсесін жаңа пайғамбарымыз келтіріп жатыр. Фи инқитағихи ани дуния ва иқбалихи илал ахира деп келтіреді. Ана сөзде де әсер етсін деп айтып отыр ғой. Тек өлім сәті демейді жерде. Дүниеден ажырап ақыретке қарай өтіп баратқанда дейді. Сонда бір періштелер түседі дейді. Мұмин құлға арналған хадис. Жүздері әппақ. Кәанна уджухахум шамс, жүздері күнге ұқсайды дейді. Періштеге деген иман, құрметті жамағат, сол күні жемісін береді. Көптен бері бұл періштелер деп жүрген нәрсе сондай дидармен келеді дейді. Әппақ жүзбен, қолдарында жәннаттың кебінін алып келген дейді. Жәннатта қазір кебіндер тұр. Және арнайы хош иістер бар. Олар жаны ажырайтын мұминдерге өлім сәтінде сол жерден әкеп кебіндейді. Сол хош иіс соған арналған. Тозақтың ішінде де кебіндер жатыр. Ол әрбір кәпір адам дүниеден озатын кезде сол кебінді әкеледі. Сөйтіп мәләикату рахма деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи рахым періштелері келеді дейді. Жүздер деген әдемі, жарқыраған күн секілді өздерімен бірге жәннаттың кебіндерін, хош иістерін алып келген дейді. Сөйтіп жаңағы өлім сәтінде жатқан адамның көзі жететін жерге дейін бұлай жайғасады дейді олар. Бұл нәрсені туысқандар көре алмайды. Бірақ ол біледі не болып жатқанын. Сонда өстіп жайғасып отырған кезде бас жағына малакул маут, өлім періштесі келеді дейді. Сөйтіп жаңағы бас жағына келіп жанды суыруға кіріскен кезде андай сөзді айтады екен. Я айятухан нафсул тайиба. Ей жақсы жан. Аллати канат фи жасадин тайиб. Жақсы денеде болған жақсы жан деп айтады екен. Қараңызшы, сөз деген сол шыға ғой деп айтады екен. Емтихан аяқталды. Шыға ғой деген кезде жаңағы сөздерді естиді. Жаңағы сөзді естіген кезде жан ана торсықтың ішінен бір тамшы су бетіп қалай жеңіл пук деп шықса, сөйтіп шыға келеді дейді да қолына түсе қалады дейді оның. Оның міндеті тек соны шығару дейді. Қалай шығады жан, жаңағы періштенің күллісі келеді де қас қағым сәтке де оның қолында қалдырмай алып кетеді дейді. Содан дүние аспанына қарай көтеріледі. Арнайы екі періште көтеріп бара жатады. Ана періштеге, жаңағы періштелердің барлығы ана баланы жаңағы жанды қабылдағанда, құрметті жабар, ол періштелердің қасында біз кішкентаймыз ғой көлем тұрғысынан. Сонда ананы бірінен соң бірі қолға өткізеді дейді, бүйтіп, қолдарына өткізеді дейді. Сәби сияқты да. Сонда әрқайсысы өткізіп атып, ең жақсы атаулармен атайды дейді ананы, осы жердің бетіндегі. Бір-біріне мынау не деген жан дейді мынау. Қараңыздар. Рухун тайиба, қандай жақсы рух мынау. Иісі қандай мынаның деп. Сөйтіп бірінен соң бірі қолдарынан өтіп, анау жерде екі періште алып дүние аспанына қарай көтеріледі екен. Ястафтихун аль-баба, сол жерде жаңа есікті қағып, ары қарай сұрайды. Сөйтіп есік ашылады дейді оған. Екінші аспанға өтеді. О жақта да періштелер тек жаңағы сөздер ылғи, керемет, қошемет сөздермен айтылады дейді. Хатта ясилу биха иля самай сабих, жетінші аспанға дейін көтеріледі дейді. Сөйтіп миғражға жақын нәрсе, жан шыққан кезде мұмин үшін біраз нәрсе тұр екен ғой негізі. Не бір адам танымаған нәрселер тұр екен ғой. Сұлулық, әдемілік деген нәрселер, мұның бәрі түкке татымай қалады. Сонда жетінші аспанға дейін көтергеннен кейін Раббысы бағасын береді екен сөзді. Сонда
Раббысы одан риза, ол Раббысынан риза. Алланың рахымына қарай, кешіріміне қарай. Сөйтіп Алла Тағала разылығын білдіріп, менің уәдем бар, жерде жараттым, өткендегі аяттар естеріңіз осы Араб сүресіндегі, жерге өлесіңдер және сол жерден қайта шығарамын деген. Сондықтан тәніне қарай қайтарыңдар деп жаңағы тәніне ақырын алып келіп салады да, о жақта жаңағы қабірмен байланысты сұрақтарына жауап беріп, ар жағы тіпті жақсы болып кетеді. Бұл Алла Тағаланың дидарын іздеген мүмин құлға арналған аяқтама. Соның өмірінің бағасы осы. Бұған жететін нәрсе жоқта. Бақыт, адам өзінің бақытты болған, немесе бақытты екенін тек сол кезде ғана сезеді. Оған дейін белгісіз бізге. Пайғамбарымыз тәрбиелік мағынада бізге айтқандай, «Ла адри маза юфалу би», мен білмеймін мен ертең не істелетінін дейді. Міне мүминге арналған осындай әдемі нәтиже бар да, соны Алла Тағала бәрімізге нәсіп етсін.